Саламатсыздар ма ағайын? Әрине, мына қазіргі қоғамда бізде белең алып жатқан дүниелерді айтып кетсек деп едім. Ұмытып кетіппін, таныстырып қояйын, менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер-пульмонолог, торакалды хирург. Өкпенің проблемаларымен айналысатын адаммын. Бүгінгі қазіргі бізде қоғамда белең алып бара жатқан зат десек те болады. Жат деп те қателесіп айтқан жоқпын, өйткені ол біздің қоғамға жат нәрсе. Мына біздегі қазіргі вайп. Одан кейін қорқор. Темекіні айтып енді қазір ол жайлы ақпарат көп. Оның пайдасы, зиян айтып, көбісі көп мән бере бермейді. Темекінің зияндылығы, мысалы темекі шеккен кезде өртенген түтінді ыстаймыз. Өзіміздің өкпедегі бронхиалды ағашта біз ыстап тастағаннан кейін әрине біздің өкпеміз дұрыс жұмыс істемейді. Оның құрамында қаншама канцерогенді заттар бар. Соған ем ретінде, альтернатива ретінде бізде жаңағы электронды темекілер шығарды. Одан кейін қазіргі кезде вайп деген нәрсе шықты. Вайптан бұрын тағы қорқорға тоқтап кетсек. Қорқор дегеніміз ол кальян. Қорқор деп, менде қазақта өз атты өлтіріп қоямыз ғой жаңағы. Балконды қылтима деген секілді кальянды қорқор. Себебі қорқор дейтін шығар. Ол қорқордың зияны жетіп артылады. Себебі ол мысалы кальян орталықтарында кальянның зияндылығы қандай. Біз оны қандай обработка жасап жатыр, тазалап жатыр ма, күніне қаншама адам келіп соны шегіп кетіп жатыр. Көп кальян шегетін адамдардың өз басымда кездесіп жүргендерім өкпесі шұрық тесік, пытыра мылтықпен атқандай болып қабынып жатады. Сол себептен қорқордан абай болайық. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңағы вайптың әсері, зияндылығы. Вайптың қандай зияндылықтары бар? Вайп көбісі былай айтады, жастарға айтсаң шегіп жүрген. Ой, аға, бұл деген ішінде табак, соны бумен жібереді, өкпеңді ыстамайды дейді. Ал енді вайпқа келетін болсақ, бұл бірінші кезекте бұл химия. Оның құрамында фенилдық заттары бар. Оның құрамында пропилен гликольдар бар. Сізге шеккен кезіңізде тамағыңызды қырмас үшін жұмсақ болатын глицерин бар. Ал химия сабағын барлығыңыз өттіңіздер ғой. Химия сабағында бір химиялық зат, екінші химиялық затпен қосылған кезде тіпті үшінші химиялық зат шығып жатады. Бұның әсері әлі зерттеліп жатыр деп те өзімізге сылтау айтуымыз мүмкін. Бірақ вайптың біздің ағзамызға түскен кездегі ол қанға кіреді. Қанға кіргеннен кейін сіздің миыңызды улайды, жүрек бұлшықеттерін улайды, өкпе тіндерін улайды. Ең маңыздысы, сіздің жыныстық жүйеңізді құртуы мүмкін. Сол жердегі қан айналым барысын бұзуы мүмкін. Одан кейін артынан бедеулікке алып келуі мүмкін. Сосын жүреміз. Таңғалатын жағдай емес, себебі біраз уақыттан кейін балам мүгедек болып туылды, көмектесіп беріңіздер дейтіндей жарнамалар немесе көшеде плакат ұстап жүру. Әр денсаулығымызға әркім өзі жауапты. Сол себептен бұл жерде мен үлкен кісілерге емес, көбінесе жас балаларға айтарым. Темекі де шекпе, арақты да ішпе, вайпты да шекпе. Вайп өте қауіпті нәрсе. Себебі вайп бұл химиялық зат. Бұл сіздің ағзаңызға уды темекіні шеккен кезде қақалып-шақалып удың барлығы толық кіре қоймас. Бірақ вайппен сіз өзіңіз кіргізіп, өз денсаулығыңызды құртып жатасыз. Әрине, зерттеулер жүргізіліп жатыр. Оның адамға зияндылығы бар ма, жоқ па? Бірақ бірінші зерттеулер дайын болды. Көп жағдайда вайп шеккендерде ми ақаулары көп болып жатыр екен. Өкпенің ақаулары көп болып жатыр. Және де онкологиялық аурулар. Ал болашақта бұл тағы да қандай ақауларға алып келеді? Бұл жалғыз сіздің басыңыз емес, бұл бүкіл қоғамның. Себебі жер аман болса, ел аман болса, ал елдің ішінен жастар шіріп жатса, біздің еліміздің болашағы, біздің шаңырақ қирауы әбден мүмкін. Соғыссыз ақ, ешқандай даудамайсыз. Сол себептен денсаулықтарыңызға қарап жүргендеріңіз дұрыс болады. Вайп бұл химиялық зат. Ешқандай да пайдасы жоқ. Егерде темекі шеккіңіз келсе, түтін иіскегіңіз келсе, күнде қаншама көліктер жүр, сол жердегі түтінді иіскесеңіз де болады. Бұл вайпқа мысалы Қазақстан Республикасы тыйым салмақшы. Мен әбден келсем. Неге десеңіз, бұл вайп зияны дәлелденген, сол себептен бұған тыйым салынуда. Бірақ
вайп бәрібір де сатылып жатыр. Қай жерден келіп жатыр? Әрине, шекараны қарау керек. Шекарадан легалды емес жолдарменен өтіп жатыр. Ал легалды емес өткен вайптардың сапасын тіпті бір Құдай білсін. Қытайдан келеді. Сіз, мысалға жас балдар, вайпты қымбатқа оригинальный сатып аларсыз, оның зияны дәлелденген деп жатырмыз. Ал енді сіздердің ана дүкендерден сатып алып жүрген 2-3 мың теңгелік вайптарыңыз, ол қандай жерден жасалынған, қандай сапамен жасалынған, ішінде қандай химия бар, сонда сіз өз-өзіңізді өлтіріп жатсыз ғой. Токсикоман болмаңыз. Бұл да нашақорлықтың бір түріне айналып бара жатыр. Қазақ елі мықты ел, жас ел, тұғыры биік ел. Біздің тұғырымыз сіздердің қолдарыңызда, жастар. Аман болайық. Все, 6 управился.